Көп рахмет. Енді тыңдап көріңіздер, менің нұсқам қандай еді. Атам балама аталамын дейді, апам балама аламата аламын дейді, атам аталама, апам аламата алама. Иә, қайталау, иә. Эпифора деп айтатын едік, оны біз қайталау көріп тұрмыз, иә. Ассонансты көріп тұрмыз. Ол жарайды. Енді біз сыни пікірмен қарай бастадық, иә. Енді бір нәрсе қалып қойды. Қос нүктені айттыңыздар, үтірді айттыңыздар, сызықшаны да естіген болдым. Сұрақ белгісінде не жетпейді? Толқынай айтатын шығар бізге. Толқынайды кірген бетте бастап. Бірақ кіріспе бөлімде 30% кіріспе бөлімінде, сөздің 30%, 60% негізгі бөлімде, қорытындыда 10% болатын білем. Енді нақты сөзін білмесін. Нақты біліп тұрсыз ғой сонда сіз. Дұрыс айтасыз. Яғни енді бізге 11-ші сыныптың гуманитарлық бағыты 300 сөзден жазатын болса, жаратылыстану математика бағыты 250 сөзден жазады. Енді математика тұрғысынан есептей саламыз. Егер көрейін енді. Сөз асылы мақал, әрине ой ұшқырлығын сөз асылымен кестелеу барлығының қолынан келе қоймас. Өнерлінің өзегі толмас демекші. Тіл қаруы сөз, сөз қаруы ой демекші, өнерлі бала сүйкімді демекші. Не үшін сіздер үнемі демекшіні пайдаланасыздар? Ол үшін сіздер қайтадан дұрыс, бірақ басқаша қалай пайдалануға болады? Соны көрсетіп көрейін, экранға қараңыздар. Өнерлі өрде озар. Өзімнің видеороликтарымды жасаған кезде, сіздің сөздік қорыңыз болмаса, ол мәселе емес деп. Осы шындыққа жанасты ма? Рас па екен? Маған бұл әдісіңіз өте ұнады. Ойлап отырмын тақырды төменгі сыныптарға. Бір керемет әдіс екен сөздік қорды дамытуға. Айжарқын, сіздің пікіріңізше? Иә, маған да өте ұнап отыр. Қазіргі енді бізде де болады ондай сөз таба алмай қалатын кездеріміз, оқушыларда да өте қазіргі таңда балалар қиналады ғой, сөздік қорымыз аз деп. Сондықтан өте таптырмас әдістің бірі деп ойлап отырмын өзім. Ал бастайын ба? Ата бабаларымыз өнер алды қызыл тіл деп бекер айтпаған. Эссе жазуда 1000-нан 1 көсем, 100-ден 1 шешен демекші, бір жүйріктің шығары анық. Тек шын мықтыны тізеден сүріндірсең де тілден сүріндірме. Эссе қорытындысында 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін шығару да өнер болып табылады. Ойыңыз шашырап кеткен жоқ па, ұстанған позиция? Шашырап кетті, иә. Мына жердегі ойыңызды айтам, мен мынамен келіспеймін, бәрібір де эссе жазылмайды деген, бірінің ғана бағы жанады, бұл ақындық емес қой. Бірінің ғана бағы жанатындай. Эссені кез келген адам жазып үйрене алады. Дұрыс бағыттап үйретсе, ол менің практикамнан дәлелденген. Сөйлей алмайтын оқушының өзі жазып кеткен. Инстаграм парақшамды қарасаңыздар, бізде стенд бар, осы бүгінгі салған постымда. Сонда сыныпта 20 бала болса, кемінде 17-сі жазады. Дұрыс үйретсе болды. Кәдімгідей шешен болып сөйлеп кетеді. Сол жағынан позицияңызды өзгертіңіз. Ал бірақ алдыңғы жазған эссеңізбен салыстырсаңыз, сізде өсу бар сөздік қор жағынан. Өзіңіз де байқап тұрған шығарсыз. Қазір. Мен кері байланыс айтайын дегем. Тыңдап тұрмыз сізді. Иә, мына бағымдан бері біз өнер туралы айтып жатырмыз ғой. Оған қатысты сізбен байланыстырғым келіп тұр. Мына бұлақты көрсең көзін аш деген позицияны ұстанғаныңыз, ол да өнер, сіздің позицияңыз. Мына әдістемелік құралды айтып жатқан кезде, мен ойлап отырмын, мына ішінде бір керек емес, артық, еш нәрсе жоқ. Бұны тек қана оқушыларға емес, шынында да ол проблема ғой, мұғалімдер, ұстаздар болсын, білмейді, осыны үйренсінші деген мақсатпен құрылған әдістемелік құрал, шақырсыншы, мына әдемі сөздер жаза тұрайыншы деген сөз жоқ сізде. Кәдімгідей жаныңыз ашып, осы мынау нақты керек, осылар үйренсінші, білсінші деген, қалай ол адамның жүрегіндегі тазалық қой, енді адамға жақсы деген бір ниет, ол да өнер деп сізге сондай бір жақсы комплимент айтқым келеді. Көп рахмет, шын көп рахмет, шынайылығыңызға көп рахмет, ақ тілегіңізге көп рахмет. Енді әріптестер, мынаған қайтып оралайық, иә, қараңыздар. Біз басында мынаны аштық, иә, мүлдем жаза алмаймын қатарына жатпадық, қуаныштымын. Құрылымын білмеймін дедік,
әсіресе Айжарқын, Дариға және Индира. Сұрақтарыңызға жауап алдыңыз ба? Сұрақтың жауабын толығымен алдым, бірақ теорияны енді практикада шыңдау керек. Жақсы. Қазір енді проблема шешіліп қалатын сияқты, кішкене жақындап келе жатырмыз. Міне эссе осы курсқа кешеден қатысқаннан бері. Әсіресе жаңа әсіресе жаңа сіз сызбамен көрсеттіңіз ғой, сол кезде сол сызбаға салып эссе жазу әлде қайда маған не болды? Түсінуге бәріне жаңада сол жеңілірек болды да. Басында бүйтіп айтқан кезде енді кішігірім жаңағы біз жаңа айттық, сөздік қорымыз жоқ деді, оның бәрін мен түсіндім. Сол сіз айтып жатқан кезде жаңағы мақал мәтел қосу керек, нені қосу керек деген кезде. Одан кейін жаңа сіз сызбаны ашып көрсеттіңіз ғой. Тезисті, мені тезисқа қайтадан келеміз осылай дейді. Дәп жанында сол нелер тұрған кезде мен сол жерден енді теория жүзінде жақсы түсіндім деп айта аламын. Енді оны практикада көру керек. Жақсы, рахмет. Өзім жаза аламын, өзгерге үйрете аламын. Үйрете алуға болады, Патша көңілдеріңіз не қалай? Менің бір ойыма сұрақ келіп отыр. Бірден қоймасам ұмытып қалатына дейтін. Жақсы. Сіздің әдістемелік осы эссеге байланысты әдістемелік жинағыңыз бар ма? Мен сатып алуға дайын. Мысалы, сөздік қорды дамытатын әдіс тәсілдер, немесе жаңа тақырыпты ашатын, жалпы осы эссе тақырыбына. Жоқ, мен ондай ештеңемен айналыспаймын. Мен сіздерге, онсыз да сіздер барлықтарыңыз белсендісіздер, сондықтан да бұл әдістемелік құрал барлықтарыңызға сыйға беріледі. Сол жерден қарайсыздар. Қорқып жүргенмін, жаңағыда сөздік қорым жоқ, жаза алмаймын деп. Мен өз-өзіне сенімді болып, өзім қуанышты болып отырмын. Бұрынғы Дариға, жаңа қорқақ Дариға болса, қазір кәдімгі қолынан келетін, сенімді, сондай Дариға қазір. Қуаныштымын. Айжарқын, сізді тыңдайық. Мен кешеден бүгінге қарағанда мен көп нәрсе біліп отырмын. Кәдімгідей бір эссе туралы бір жазалатындай былай қарап тұрсам, жаңағы сіздің сызбаңызға қарап жазалатындай қазір бір деңгейде отырған сияқты бұл. Білмеймін, енді түсініп қазір тыңдап отырмын. Сондай бір жақсы өзімді кешегі күнге қарағанда жақсы деңгейдемін деп, бір саты болсын, екі саты болсын, жоғары көтерілмеймін деп айтайын. Тек осы неден қалып қоймай, енді осы стептен қалып қоймай, ары қарай осыны практика жүзінде күнде іске асыра отыратын болсақ, онда біз эссе жазатын бір шебер мұғалім боламыз деп ойлаймын. Дұрыс ойлайсыз. Сіздің арқаңызда әрине, рахмет. Айжарқын, дұрыс ойлайсыз. Бірақ көп мұғалім осыны тастап кетеді, жазбай қалады. Жазу керек, күні не болмасын, аптасына болмасын, 2 аптада бір эссе жазу керек. Индира, сізді тыңдайық. Сіз не үйрендіңіз? Бізде бүгін алғашқы күн ғой. Мен жалпы бүгінгі сабақтан сөздік қорды байытудың әдіс тәсілдері маған қатты ұнады. Тақырыптан ауытқымау. Жалпы тақырыптан мен өзім ауытқуым көбірек екенін байқадым. Тезистің өзін мен ажырата алмайды негіз. Енді оны шын ашып айту керек. Тезистің өздерін жаңа мен байқастап отырмын. Және эссе құрылымын, жаңа сіздер салдыңыздар ғой, эссені кәдімгідей құрылым бөліп көрсеттіңіз ғой. Сол нәрсемен басында оқушыларды сол бойынша үйреткен тиімдірек деп ойлаймын. Жалпы бүгінгі алған дүние өте көп. Сіздей мықты мамандар Қазақстанда көп болса, болашағы жарқын болып көрінеді. Көп рахмет. Тоқынай, сізді тыңдайық. Рахмет. Бүгінгі сабақта өте көп нәрсе үйрендік. Ең бастысы жаңағы сөздік қорды қалай дамытуға болады тәсіл өте ұнады. Сонымен қатар маған ұнағаны жаңағы құрылымға салып эссе жазу. Ол өте жақсы не екен үйреніп алса. Ішіндегі құндысы сөз өнері. Сөз сүйектен өтетінін ескерсек, бой жетпеген жерге ой жететіндігін де білеміз ғой. Ой мен сөз көркем тілмен жымдасып, эссе атты өнер туындысын дүниеге әкеледі. Сөз ол буынсыз, сөз жетпеген жерге ой жетеді. Ал ой мен сөз жымдасса, міндетті түрде эссе туады.